Сабағымыздың тақырыбы кері теруші күш. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қане, маған күлкіңді сыйлап қойшы. Бүгінгі сабағымды ақылды қарға деген ертегіден бастағым келеді. Ертеде бір қарға болыпты. Ол қатты шөлдеген екен. Су ішейін десе, құмыраға аузы сыймай қойыпты. Әр ойланып, бер ойланып, қарға ақылын қосады. Ол құмыраға бір тасты салады. Кейін тағы бірнеше тасты сала бастайды. Осылайша ақылды қарға шөлін қандырған екен. Әрине, сен Архимед заңының тура осылай ашылғанын білесің. Ендеше ойлан. Ақылды қарға Архимед заңын қалай қолданып жатыр? Архимед ашқан заңмен су ішкісі келген қарғаның арасында байланыс болуы мүмкін бе? Әрине. Суға батырылған денелердің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ығысып шығады. Ал енді келесі суретке назар аудар. Қалай ойлайсың? Үлкен тасты кім оңай көтере алады? Қалай ойлайсың? Неліктен ауыр денелерді су ішінде көтерген жеңіл? Адам су бетінде неліктен қалқып жүзе алады? Бүгінгі сабағымызда осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Есіңде сақта. Кез келген суға түскен денеге судың тарапынан кері итеруші күш әсер етеді. Ол күшті Архимед күші дейді. Алып темір кемелер су бетінде жүзе алады. Ал кішірек әлдеқайда жеңіл заттар батып кетеді. Мұның себебі неде? Тартылыс күші денелерді жерге тартатынын білеміз. Бұл күш салмақ деп аталады. Алайда су астында жоғары бағытталған кері итеруші күш бар. Егер дененің салмағы кері итеруші күштен үлкен болса, дене батады. Егер кері итеруші күш салмақтан жоғары болса, дене су бетіне шығады. Кері итеруші күштің мөлшері дененің әсерінен ығыстырылған судың салмағымен анықталады. Ығыстырылған су салмағы қаншалықты үлкен болса, кері итеруші күш те соншалықты үлкен болады. Дененің жүзуі немесе батуы дене тығыздығы мен ығыстырылған су тығыздығы арасындағы ара қатынасқа байланысты. Егер дене тығыздығы ығыстырылған су тығыздығынан үлкен болса, оның салмағы да үлкен болады. Сәйкесінше ол суға батады. Ал егер тығыздығы азырақ болса, ол жүзеді. Тығыздық өзгерісінің әсерін адамдардың өлі теңіздің тұзды суында емін-еркін жүзуінен байқауға болады. Тұз су тығыздығын арттырады. Сол себепті кері итеруші архимедтік күш те үлкенірек болады. Бұл
қағидаттар алып кемелердің қалай жүзетінін түсіндіруге көмектеседі. Біріншіден, олар үлкен, сондықтан өте көп су мөлшерін ығыстырады. Бұл кері итеруші күшті көбірек тудырады. Екіншіден, олардың іші қуыс. Металл корпус пен оның ішіндегі ауа тығыздықты азайтады. Яғни кеме салмағы кері итеруші күштен кем болады. Кемелердің іші қуыс болмаса, олар батып кетер еді. Тағы да есіңе сақта. Кеменің суға батпауының бірінші себебі кемеге су тарапынан кері итеруші күш әсер етеді. Екіншіден, кеменің төменгі бөліктері ауамен толықтырады. Ауа суға қарағанда жеңіл болғандықтан, кеме су бетінде қалқып жүреді. Ал енді сен алып кемелер қалай пайда болғаны туралы қызықты ақпарат білгің келе ме? Ендеше тыңдап қой. Алып кемелерді кім ойлап тапқан? Алғашқы қайықтар ерте заманда қолданыста болған. Бастапқы кезде қайықтың есебінде жыртқыштың терілері пайдаланылған. Содан кейін барып діңгектер шығарыла бастаған. Ең алғашқы желкенді қайықтар Египетте пайда болған екен. Кейін қайықтардың сыйымдылығы арта түскен. Қайықтың екі қапталына отырған білекті жігіттер, яғни фараондар, сағатына 12 километрді еңсеретін болған. Ал ең алып кемелерді финикиялықтар жасады. Қазір біз тәжірибе жасаймыз. Су ішінде дененің ауырлық күшіне қарсы итеруші күш қалай әсер ететіні туралы осы тәжірибеден білетін боламыз. Менің алдымда 3 шөлмек тұр. Бірінші шөлмек бізде толық, екінші шөлмекте жартылай су бар. Ал үшінші шөлмегіміз бізде бос. Ыдыста су құйылған. Қазір осы шөлмектерді суға саламын, ал сіздер не байқағандарыңызды кейін кестеге жазасыздар. Бірінші толық шөлмекті суға салып көрейік. Енді жартылай су құйылған шөлмекті салып көрейік. Енді бос шөлмекті суға салып көрейік. Нәтижесін дәптеріңе жазып ал. Қай шөлмек суда батады? Қандай шөлмек суда жүзеді? Ал қандай шөлмек суда қалқиды? Неліктен олай ойлайсың? Жарайсың. Мынаны да білгенің артық болмас. Егер судың кері итеруші күші дененің ауырлық күшінен үлкен болса, дене су бетінде қалқиды. Егер осы күштер тең болса, дене су ішінде жүзеді.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Ендеше өзіңді тексеріп көрші. Сенің ойыңша, кері итеруші күш дегеніміз не? Не себепті олай ойлайсың? Мысалдар келтіре аласың ба? Қорытындылап көр.